Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен ана тілі оқулығындағы жаңа сабақ мәтін тақырыбымен танысатын боламыз. Бірінші жаттығу. Оқы, мәтін бөліктерін орнына қой. Оқығанның көзі ашық. Бұл жерде бірінші мәтіннің бөлігі оқыған адам деген бөліктен басталады. Оқыған адам көп біледі. Көзінің ашық болатыны содан, дедім мен. Бірде Жанна қолына сия жұқтырып алды. Мен оған қолыңды сула дедім. Сіріңке шырпысының күкіртімен сияны ысқыладым. Содан кейін қолы тап-таза болды. Мұны кімнен көрдің? Әке, деп сұрады Жанна. Ешкімнен көрген жоқпын. Кітаптан оқыдым. Оқыған адамның көзі ашық деген осы. Жанна оқығанның көзі ашық деген мақалды оқыды. Бұл не деген сөз деп сұрады. Ал балалар, Жанна секілді сендер де оқығанның көзі ашық деген сөзді түсінбей отырсыңдар ма? Оқығанның көзі ашық деген, яғни біз қазір оқысақ, білім алсақ, келешекте білімді ұрпақ боламыз. Соны естен шығармайық. Балалар, енді ертегі, жұмбақ, есте сақтан қараймыз. Ертегі, жұмбақ, мақал, әңгіме, өлең бәрі мәтінге жатады. Есімізден шығармаймыз. Екінші жаттығу. Көркем жаз. Өнер, білім бәрі де оқу менен табылған. Дәптерімізді ашып, екінші жаттығуды көшіріп жазамыз. Балалар, біз өнерлі, білімді болу үшін оқуымыз керек екен. Осыны есімізден шығармайық. Үшінші жаттығу. Тиісті әріптерді қойып, дөңгелегі ішінде жасырынған сөзді тап деді. Ал бірінші тұрған сөзді домалақ дөңгелектің бойымен оқимыз. Мектеп, дұрыс. Дәптер, дұрыс айтасыңдар балалар. Сөздерді дөңгелектің бойымен оқу арқылы қандай сөз жасырынған табамыз. Ал үшінші дөңгелектегі сөзді кім табады екен? Дұрыс айтасыңдар, мұғалім деген сөз шығады. Барлығы білімге байланысты екен, балалар. Біз мектепте білім аламыз. Дәптерімізге үйренген білгенімізді жазамыз. Мұғалім сендерге білімді ұрпақ етіп тәрбиелейді. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Келесі сабақта кездескенше, менің сабағым ұнап жатса, тіркеліп комментарий қалдыруды ұмытпаймыз.